Сәлем достар, бүгін тағы да Айсұлтанмен және папасы мен мамасымен жанұялық ойын. Бұл ойын мынандай құрылғылармен ойналады. Мынандай тақтайшасы бар және мынандай дойбылары дейміз ба? Не дейміз? Сосын мынандай резеңкелер. Ойынның шарты мына жерде резеңкелерді 4 бағанға тартуымыз керек. Барлық мына жердегі 4 бағандарды біріктіру арқылы ұяшықтарды өзімізге алуымыз керек. Сосын өзіміздің дойбыларымызды салып қоямыз ішіне. Яғни мен бір ұпай алдым. Түсінікті ғой да ереже? Ал кеттік, бастаймыз. Түсінікті болса, былай қарай қойып. Айсұлтан, сен баста. Сосын сен, мамасы. Не істеп жатсың, Айсұлтан? Мен бірден очко алдым уже. Енді Айсұлтан сен. Сен енді. Бір ұпай Айсұлтанда. Тез. Мен дым ұпай алмадым. Алмай қалдым, сені қалып. Мұны мен де алдым. Айсұлтан бір ұпай алды. 2 ұпай сразу. 2 ұпай алды. Так, мен енді. Так, мына жерден бұлай қоямын. 1, 2. 2 ұпай менікі. 1, 2. Сен, Айсұлтан. Мен неше алдым? 2. 3 алдым даже. 3 алдым. 3. Так, неше 2 ма? Мен 1. Так. Міне. Мына жерден міне. 2 менде. Шу. Неге 1? Жоқ. 2. Үшінші жоқ қой. Айсұлтан, сен енді қай жерге қоясың? Ойлан. Так, очко бойынша, ұпай бойынша менде 3, 4. Неше менде? 6 менде. Айсұлтанда да 6 ғой. Мә, қалыспай жатыр. Мамамыз қана қалып қалған. Мама уступает. 1. 1 очко ма тек? Так. Көп очко алу керек бізге, көп очко. Так, ұпай санын көбейтуіміз керек бізге. Міне. Так. Мына жерден 1. Мына жерден 1. Сен бе? Так. Мә, резинка. Неше? 1. Так. Мен алуым керек. Мына жерден бұлай тартайын. Так, 1, 2, 3 алдым. 3 менікі. Айсұлтан, қарай бер. Сен, Айсұлтан. Енді ойнайсың. Таптың ба? Көп очко, көп ұпай алатын орындар тізде. Так, 3, 6, 9, 11 менде ұпай. Өздерін санап отырыңдар. 2. 2. Сенде. Мен қарап тұрмын. Шығып кетті. Так, 1 ма тек? 1. Ах, мына жерден былай қойсам. Жандарын алды ортасын қыстыра бер. Резинкалар тұрмайды уже. 1 ма? 2. 1.
біреуге. Иә, біреу жабасын тек қана. Біреу жабасын. Біреу да? Мен ба? Иә, сен. Так, мен тағы жабайын. Мен енді. Мен екеу аламын. Міне, біреу. Екеу. Көбірек алу керек. Шама келгенше. Так. Мә, бітіп қалды ма? Менің көгім бітіп қалды уже. Бұл Айсұлтан ойланып отырмайсың ба енді? Екеу. Молодец. Екеу да? Сен, Мұнда енді бәрі ортасын бәрі бітіп қалды да? иә, шеттерді Тек қана істедім. шеттер алып, и то не сразу получится. Битсем шықпайды. Битсем шықпайды. Битсем бір жатыр. Так, істедім да? Мен деген... Вот біреуін алып кетейін да? Былай. Былай. Тағы да. Сен, Айсұлтан. Там сейчас брать его придется. Жоқ. Неге? Иә, біреуін бір очко алып кетесің әдетте. Ортасы бір және етпей жүр. Мен екеу аламын. Ура, мен екеу аламын. Міне. Сен келесі папаңа бірінші істету керек. Міне. Біздер жалып кеткен нәрселерді пайдаланып. Айсұлтан, сен. Сен, Айсұлтан. Ортасы деген биік болу керек екен. Так, сен. Мә, что-то маған шықпай жатыр. Мынаның бәрі бітті. Енді ойын сондай. Мен аламын. Так. Анаған ілінбейді просто. Үш жерге былай қойын. Айсұлтан. Мына менікі уже. Ілінбей тұр. Енді ілініп тұрып жатқа екіншісін таба алмай тұрмын. Сен. Бұл Айсұлтан. Менде екеу қалды. Екеуді болғаннан кейін. Ана ең шеткісіне іле бер. Ты уж полюбил. Жібер. Мына нелерін ұзын жасау керек екен. Біреу. Шеткіге. Нет, ешкім шеткіге емес енді. Екеу ма? Екеу тікке. Мынаны деген бітейік. Сен еще тұрсың. Бірақ бәрібір сол жерді алу керек болады ғой. Так. Жарайды, мен соны мен алған болайын. Былай әлдім ал. Айсұлтан. Енді сен, Айсұлтан. Ең шеткісіне іліп тастай бер. Ең шеткісіне. Айсұлтан. Мында іліп, сосын ең шеткісіне іліп тастай. Очко. Менде екеу қалды. Осы екеуін бітіремін, мен жеңіске жетемін. Жоқ. Да? Да. Мә. Мен қазір біреуін түсіріп жүрдім ғой. Мен міне. Так. Біреу қалды.
қай жерге? Шеткісіне өтсем. Ана шетін тұташа көтпеймін бе бәрін бір. Істейміз келмейді жоқ. Сен бір очко. Болды, мен жеңіске жеттім. Міне, мен жеңіске жеттім. Енді екеуің ойнайсыңдар. Міне менде аяқталды. Екеуің шеткісіне өтсай бер. Шеткісіне. Бұл ойын ана екеуі менікі қазір все. Біреуін салып. Айстанның. Енді мен бүйтіп қалғанда екеуі менікі. Так, остаток санаймыз. Нешеу қалды? Айстан, сенде нешеу қалды? Жоқ. Екеу қалды, да? Сенде? Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу қалды. Так, көк, мен бірінші орын, Айстан екінші орын, мама үшінші орын. Мынандай керемет көрініс пайда болды ойынның қорытындысы бойынша. Сонымен бүгінгі ойын аяқталды. Жеңімпаз мен. Айсұлтан екінші орында. Ойын ұнады ма? Иә. Шағыншы. Ойын өте ұнады. Осындай ойындарды YouTube каналымнан көре аласыздар, тамашалай аласыздар. Ойын қызықты болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Міне осындай ойын резинкемен ойналады. Лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.